Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге осындай формасын жоғалтпай сақтайтын, сынбайтын сметаник жасайтын боламыз. Видеоны толық қарап, ұнап жатса каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға майымызды салып аламыз. Сары майымыз міндетті түрде 60%-дан жоғары болуы шарт. Маргарин жарамайды, қыздар. Бірінші майымызды салып аламыз. Мөлшермен менде кішкене көп болып кетті, алайын. Негізі 150 грамм болуы керек. Осылай майымызды салып болғаннан кейін таразымызды нөлге теңестіріп, үстінен қант саламыз. Қыздар, мына жерде мен толық мөлшерін айтпаймын, бірақ астында описаниеда жазып қалдырып кетем. Сол жақтан қарап жасап көріңіздер, міндетті түрде бір жасағаннан шығады. Осылай қантымызды өлшеп салып аламыз. Майымыздың үстіне салып алып, енді таразымызды бір шетке алып, венчиктің көмегімен майымызды осылай езіп, қант екеуін жақсылап араластырып аламыз. Менде мына жерде май кішкене қаттылау. Негізі май бөлме температурасында тұрса жақсы араласады. Осылай араластырып болғаннан кейін үстіне бір жұмыртқамызды қосып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Барлығын осылай араластырып болғаннан кейін өлшеніп електен өткізген ұнымызды үстінен саламыз. Және оның үстіне міндетті түрде қопсытқыш қосуды ұмытпаңыздар. Мен бір шай қасық салдым. Енді барлығын жақсылап араластырып, қолымызбен жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр илеп шығарамыз. Қорықпай осы рецептпен жасап көріңіздер, қыздар. Бір жасағаннан шығады. Астында мөлшермен жасасаңыздар егер. Міне бізде осындай қамыр шықты, қолға мүлде жабыспайды. Және жұмыс жасағанға да ыңғайлы қамыр болып шығады. Келесі кезекте начинкамызды дайындап аламыз. Осылай 2 жұмыртқамызды бөлек ыдысқа салып, жақсылап араластырып алыңыздар. Және оны қаймағымыздың үстіне құйып, оның үстіне қантымызды саламыз. Бұл салмамызды көп араластыруға болмайды. Ары кетсе бір 10 секунд араластырыңыздар. Себебі қаймақ пен жұмыртқа қосылғаннан кейін іріп кетуі мүмкін. Сондықтан да бар жоғы 10 секундта барлығын жақсылап біркелкі етіп араластыруға тырысыңыздар. Міне арасында іртік ештеңесі жоқ. Енді формочкамызды алып, тестамызды жайып шығамыз. 2 бөлікке бөлдім мен. Бірінші бөлігін астыңғы бөлігіне осылай қолымыздың көмегімен жаямыз. Ал екінші бөлігін жанына бортиктарын жасап шығатын боламыз. Көрдіңіздер ғой, видеода қамыр дейтін жоқ, жұмсақ, прям жұмыс жасауға ыңғайлы болып шығады. Осылай барлығын жайып, бортиктарын шығарып алғаннан кейін қолымызбен осылай тегістеп, үстіне жаңағы салмамызды құятын боламыз. Салмамызды осылай құйып алдық. Үстін осылай тегістеп қоясыздар да 180 градус қызып тұрған пеште 35-40 минут пісіресіздер. Осылай болып пісіп шығады. 2 сағат бөлме температурасында суыттым. Қараңыздар, формасын қалай күшті ұстайды. Бірақ қыздар, ескертетін жағдай, әркімнің духовкасы әртүрлі, сондықтан 35-40 минут демей күйіп кетпеу үшін қарап тұруды ұмытпаңыздар. Осы рецептпен жасап көріңіздер, қыздар, бір жасағаннан шығатын рецепт. Өкінбейсіздер, сау болыңыздар.